Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр, және бүгін 1-сентябрь 1-қыркүйек болғандықтан мен сіздерге влог түсірейін деп шештім. Бүгін жалпы өзімнің бүгінгі күнді көрсететін боламын. Көрсетіп бастап қойдым, және тағы да көрсететін боламын. Сол. Мына жерде мен кеше жасаған пирог бар екен. Қазір осыны жегім келіп тұр, бірақ тым ауыр болып кететін сияқты таңертеңге, поэтому бұны жемеймін. Қазір тағы не бар екенін көремін. Вот достар, үйде қияр мен помидор бар екен. Мен осыларды турап жейтін боламын. Достар, мен тек помидор ғана турап алдым, өйткені қияр жегім келмейді. Өйткені қияр ұнайды, бірақ жегім келіп тұрған жоқ, поэтому тек помидор жейтін боламыз. Мына жерде менің және менің сестренкамның киімдері тұр. Қазір мен өз киімімді киінейін деп жатырмын. Достар, еще мен білмей тұрмын, капюшон киейін ба, әлде гольф киейін ба. Скорее всего, гольф киемін, өйткені бүгін дала ыстық болып тұр. Мынау менің сестренкамның лугы. Қарап қойыңыз, тәте. Қандай красавица қыз болдыңыз. Айна қараш. Нұрай. Кетеміз. Қайыққа кетеміз? Сабаққа. Сен енді менің ютубымда блогтан пайда боласың осындай түрмен. Ау. Мен новый аяқ киімімді былғап жатырмын. Қандай жаман. Мен де вообще-то. Мынаның деген қағандаш қандай әдемі. Все. 14. 24 деді ме? Сен 14-ші кабинетте оқисың. Қойыңызда. Вот біз қазір мектепке барамыз. Потом мен қайтып келем. Үйде мен өйстіп нормально сөйлей алмаймын. Өйткені ояқта үйде мама, папа болады. Кейде. И потом мен дұрыс емес сөйлеймін да. Ал көшеде өзім жалғыз жүрсем, мен нормально сөйлеймін. Вот. Нұрай, не дейсің мен подписчиктеріме? Ештеңке. Тағы біреулер мектепке келатыр. Жүгіріп. Не айтасың, айтшы? Не айтам? Сәлем десе, айтам. Сәлем. Мен сіздерге ханымдар мен мырзалар ау. Мырзалар. Привет. Біз шегомыз. Короче, біздің класты бөліп жіберді, да? Қалай біздің? Жоқ, біздің класты бөліп жіберген жоқ. По идее, короче, түсініксіз ол. Біз класспен паркке барамыз деп шештік. Я, біздің таза қазақпын ғой. Біз сынып сағатын біттік. Сосын тағы бір нәрсе бар, деп. Короче, бізде жаңалық бар. Өте жақсы және жаман. Я, бізде 3 класс болатын, А, Б. И 4-ші класс шығару үшін әрбір класстан, яғни А-дан 5-6 оқушы, Ә-ден 5-6 оқушы, Б-дан 5-6 оқушы бөліп, алып, В деген класс шығарайын деп жатыр. Және сол классқа мен 9-ші Б сыныбының 9 жыл оқушысы ауысып кеттім бұға. Параллель сыныптастарым мен енді бірге оқимын. Бірге жүреді, бізбен қыдырады. Бізбен қыдырады? Біз енді параллель сыныптаспыз. И тут Ажар менің параллель сыныптасым. Не дейсің бірдеңе десейші? Ал не деймін сізге, кезеймін. Бақты ол.
Болды, короче. Ұстамасам. Негізі менің влогым өте скучный. Біз честь жүріп кетіңіз. Сәлем достар. Видео ма? Сәлем достар. Короче, бүкіл шоқан емес, бүкіл мектептің Ұзынағаштағы мектептің оқушылары осы жерде жүр. Өйткені басқа келетін жер олар таппаған. Және жоқ. Андай не сияқты, я? Мектеп осы жер сияқты? Арбат сияқты. Но мектеп сияқты типа Арбат. Өйткені ең нормально сол. Мен Алматыдан Арбатына хочу. Достар, мен жүйеге келіп алдым, және біз негіз паркке барған болатынбыз, бірақ мен сразу қайтып кеттім, өйткені мені мама өзінің жұмыста шақырып жатыр, срочно келу керек деп, мен қазір киімімді ауыстырып, сразу маманың жұмысына баратын боламын. Мен қазір обед ішіп алу үшін бағана таңертең жемей кеткен тортты қазір жеңдіп жатырмын. Соны жеп біткеннен кейін сразу маманың жұмысына баратын боламын. Ақша. Көп ақша. Достар, қараңыздар, маманың жұмысынан вид өте әдемі көрінетін сияқты, прям күшті көрінеді. Достар, мен қазір үйге келдім, және қазір пицца жасайтын боламыз. Достар, мен қазір пиццаның нанын елеп қойдым. Енді шашылып кеткен жердің бәрін жинаймын. Содан кейін мороженое жасайым деп ойлағам. Қазір соны жасайтын боламын. Осыны жинап біткеннен кейін. Еще анандай колбаса, сыр дегендерді уже турап дайындап қою керек. Вот мынандай мороженое шықты. Енді бұны холодильникте 6 сағат ұстау керек. Вот, достар, осындай пицца шықты. Енді біз қазір осымен ужин ішетін боламыз. Все, достар, мен ужин ішіп, ойырды жинап, ыдысын бәрін жуып біттім. Енді маған ертеңгі болатын расписание сабақтарды дайындау керек. Және соны қазір дайындап, кітаптарды сумкама салып, сол бәрін дайындап қоямын ертеңге. Все, рюкзагымды дайындап қойдым. Достар, осымен мен влогты аяқтаймын, себебі мен қазір ұйықтайтын боламын. Өйткені ертең сабақ, таңертең ерте тұру керек. Сол себептен де осымен влог аяқталды, және осы влогтың екінші, үшінші бөлімдері тағы да мектеп жайлы түсіремін деген ойдамын. Ал ендеше бәріне бай-бай.